Қайырлы күн менің оқырмандарым. Қош келдік арнама, мені оқы. Менің арнама лайк басып, тіркеліп отырайық. Бүгінгі әңгімеміз біздің атасының баласы. Ей, атаңа нәлеттер-ай, тағы футбол ойнаған болды ғой, деп ауласына кіргеннен шашылып жатқан жүрек тақтайдың сынығы, майысқан деген иттің итаяғын жолай жинап келген Қайыржанды ана бала тағы бірдеңе бүлдірген бе деймін. Келінді мектепке шақыртып көңілсіздеу келді деп әйелі сөйлей қарсы алды. Бүгін жұма, рулас ағайының 7 күндік садақасынан келген Қайыржан үнсіз сырт киімдерін шешіп әйеліне шай бар ма деді. Сыртқа шықты. Биылғы күзде қыстың басы да біртүрлі бұлыңғырлау болып тұр. Жауынды шашынды ылғалы мол, кейде аты шулы желтоқсан екеніне қарамай күн шақырайып, кәдімгі көктемнің күні болып алады. Бүгінде сол түске дейін күн шығып тұрса да, қатқылдау салқын сезіліп тұрды. Ал түстен кейін күндегі әдетіне салып, бұлттанып, ызғарланып, жаңбыр сіркірегісі келгендей ойланып толғанып тұр. Иә, биыл жердің ызғары жақсы, жаңбыр жақсы жауып жүр, және бір жауса молынан жауып тұр. Қайыржан бұлттанған аспанға қарап, жел құзы бар құяң аяқ тізе сырқырайтындары келістіріп тұрсың-ау деді де, көрші ақсақалдың биыл жаңбыр жақсы болды, қоянның қары көп, қысы суық болады деуші еді. Декабрь болса да әлі қар жоқ. Итаяқтың суы да таңда аздап күкіреуге мұз қатқаны болмаса, күн жылы ғой әлі. Жарықтық жаңбыр жердің несібесі, Алланың нұры ғой деген сөзінен соң өздерінен 10 шақты үй былайырақта сортаңдау ойпаттағы үйлердің маңындағы күндегі қарбаласты есіне алды. Ол қарбалас ойпаттағы үйлердің ауласынан су басып, жер асты сулары көтеріліп кеткеннен болып жатқан су соратын көліктердің там-тұмдап сорып тасығанын бағынбай тұр. Көліктер қанша су сорып тартып алса да, сонша су қайта шығып тұр. Мына Құдайдың күні ашылмады-ау. Аспанның түбі осы ауылдың үстінде тесіліп кетті ме, не болып кетті өзі? Күнде жаңбыр жауып, мына осы несі берекетті қашырып деп қарғанып, сол маңда ақ жаулықты ана жүр. Тауықтарының жем суын түгендеп, бір-екі тоқтысына қарап, Қайыржан үйге кірді. Түскі шайдың мезгілі болған екен. Беті қолын жуып, жасаулы тұрған дастарханға қаттылау шынтақ көпшік деп аталатын көпшікті шынтақтай жайғасты. Көп жыл темір жолда жол жөндеуші болып жұмыс істеген Қайыржан соңғы 2 жылда белі ауырып шыдатпағасын жұмысты қойған. Зейнет жасына жетпесе де ара-тұра белім деп шойырылып қалатын болғасын, қасымдағыларға масыл болмайын, өлмелі шал үйінде жатпай ма екен, Құдай-ай, тоба деп айта ма екен деп оймен жұмысты қойды. Құдайға шүкір, бала, келін, әйелі былтырдан бері кіші бала да жұмыста. Ортада бір қыз бар еді, оны қолдан ұзатып, құтты орнына қондырып, одан 2 жиенді болып отыр. Қолындағы бала келінен Құдайдың берген 3 тентегі бар. Жастарының өздері енді бір қыз болса сонымен қоямыз деген жоспарлары бар сыңайлы. Бұл бала келін кіші бала үйленсе, кемпір шалды соларға тапсырып, бөлек шам іздеп, қоныстарын сайлап жүр. Осындай ойлардың жетегінде отырған Қайыржанды адам көп жиналды ма, жетісіне басқа ешқайда соқпай үйге қайттың ба деген әйелінің сөзі бөліп жіберді. Өлдің, мамай, қор болдың деген адам көп пе, аз ба, енді оған бәрібір де. Тырбаңдап тірлік етеміз, жұрттан озып, жақсы киініп, тәтті жеп, тыныш ұйықтағанымыз келеді. Қанша рет ағайының сүйегіне кірдім, кірген сайын тәубеме келе берем. Кеше тыраштанып жүрген адам бүгін тып-тыныш қана жатыр. Қалай қозғасаң да солай бұрылады. Жуындырып, тазалап, пәктеп, кебін кигізіп, 3 метр ақ матамен жібересің. Ештеңе алып бара жатқан жоқ. Жалаңаш келген дүниеден жалаңаш кетіп барады. Өкпе-реніш, байлық, қуаныш ештеңе де жүздерінен білінбейді. Адамның шынайы пәк бейнесі. Және бір қызығы, сенің тіріңде кім болғаның ешкімді қызықтырмайды. Бай бол, кедей бол, ақылды бол, ақымақ бол, молда бол, алқаш бол. Бәрібір бара жерің сол қара жер. Ешкімді мансабыңа қарап аспанға алтын сандыққа салып іліп қоймайды. Бәрінің барары берері де 2 метр қара жер. 5 күн жалған деген осы да.
алыстан толғап отырды да келінге қарап, ана жүгермек не бүлдіріпті, мектепке неге бардың деп сұрады. Келіні шай құйып отырып, сол баяғысы апайлардың бетінен алады, қатты білгіш, мұғалімдермен салғыласады. Сабақта телефон ұстап отырғасын апай ескерту беріп, телефоныңды алып қоям, сосын папа мамаңа ғана берем деген. Біздікі де қатты білгіш қой, менің жеке мүлкіме қол сұға алмайсыз, оған ешқандай құқыңыз жоқ, оның үстіне мен атамның баласымын деп әке-шешем маған бірдеңе айтар деңгейде емес деп кәдімгідей ұрсып тұрып алған. Сынып жетекшісі мен тәрбие жөніндегі мұғалімі шақырғасын барсам, маған да атам барда маған әке-шеше болам деп әуре болмаң деген ғой. Не дерімді білмей апайларынан қарайған сөз естіп келдім деді. Атаның аузын сенің адам боп қалғаның ба? Ой жаман, келін сен кешір бізді, өзіміздің баламыз, кемпір шалдың баласы деп жүріп, осының көкірегінен нан пісіріп алмасақ нетсің? Сендерге де рахмет, атамның көңілі бар ғой деп, бұл мырқымға бір ауыз қатты сөйлемейсіңдер. Бұны ұрып сабасақ, қора көрмеген даланың қойы сияқты шығынып кетер. Өкпелетіп алсақ, өзінен өзі тығылып сендерден айтпақшы депрессияны кетіп қалар ма деп жымиды. Қайда кетсе де бұның тәрбиесі қадағаламаса болмайды. Миыңа жеткізіп отырып айту керек. Өзі ақылсыз да емес, сабағы жақсы, озат оқушы, ақылды тентек қой ол. Ол Құдайдың бере салған қожақаны ғой деп соңғы жағын айналып толғана бастаған әйеліне Қайыржан, әй қоя ғой, сенен тәрбиеші шықпас, басқа жолын қарамасан болмас деп бір нәрсеге бекінгендей болды да, сен түс қайта жұмысынан сұрансайшы, атаның басына барып келейік деп әйеліне қарады. Бір нәрсе қаққан бау, сені сап-сау баланы атаның басына түнетпексің бе? Кім тентек болмай жатыр, оның бәрін атаға сүйрей берсе не қадірі қалады? Қой жоқ, қайдағы жоқты айтпа деп әйеліне наразылық білдірді. Әй сен де бір шашы ұзын ақылы қысқа десем, жатып кемір ренжисің. Кім оны түнетейін деп жатыр? Бүгін жұма күні емес пе? Шешемнің басына барып Құран оқып келейін, сен де жүр, келін жет шелпек пісіріп берсе, соны апарайық. Ана жүгермекті ала кетейік, ертең қыста күн әбден кәріне мініп суытып кеткесін, қол тимей күн жылынғанын күтіп жатып аламыз ғой дегенде ғана әйелі, иә, енемнің басына бармағалы көп болды, келін жеті наныңды дайында, оған дейін ана тентегіңді де келер, атаның жолына да жан садақа деп 700 теңге байлайын. Жұмысқа бір ауыз ескертермін, қой құрысын, қамданайық. Ас қайтарып бер деп күйеуіне қарады. Ас батасын асығыс қысқа қайырған Қайыржан орнынан тұрды. Түстен соң Бауыржан деген батырдың атын иемдеген тентек немересін әйелін алып, келіннің пісірген жет-шелпегін алып, ауылдан 18 шақырым жердегі атаның басы деп аталатын бір бекеттің жер асты мешіті орналасқан қайтыс болған жандардың мәңгілік мекеніне келді. Бұл жердің жазылмаған заңдарына сай әуелі дүниехана деп барды. Содан соң пір ата мешітінің шырақшысына Құран оқытты. Садақаларын сол жерге орамалға түйіп тапсырды. Қайыржан ары қарай зираттардың арасындағы өзі білетін соқпақтармен әуелі әкесінің басына барып Құран оқыды. Ассалаумағалейкум бапа, қалайсыздар? Жүзіңіз жұмақта, жаман балаңыздың тілегін тілеп жатсыз ба? Я, аманбыз. Бүгін өздеріңіз есіме түсіп келіп Құран оқып кетейін дедім. Бір нәрселерім қате болып жүрсе, кешір әке. Мен де бүгін әкемін, атамын, бірақ сіздердің алдарыңызда мен әлі баламын ғой. Бапа, кейде бір нәрсеге басым жетпей, шарам таусылып отырғанда сізді салмақты сөздеріңіздің ойлы, ақылға тұнып тұрған көздеріңізді сағынам. Менің әлі де болса білмейтін, түсінбейтін нәрселерім көп қой бапа деп кәдімгі тірі адамға мұңын шаққандай шағынып отырғаны немересі Бауыржанды таң тамаша қылды. 10-15 минуттан соң екі қатардан кейін мәңгілік орын тепкен анасының басына барды. Әйелі көзіне жас алып жоқтау айтқандай болып, асыл сүйекті енем, келмей кеттің деп ұрысып жатқан жоқсың ба? Кешір ене, жан-жаққа мойын бұрғызбас, ештеңеге уақыт таппас аман болып кетті ғой деп енесінің құлпытасын қолымен сипалап жүр. Сәлем бердік апа, қалайсыз? Әкем екеуінің әлі күнге дейін менің тілеуімді тілейтіндеріңіз бар жан дүниеммен сезінемін.
Алдыңғы жылы пандемия кезінде қатты ауырып әне кетеді міне кетеді деп таусылып жатқанымда түсімде өзің келіп мені ішкі қараңғы өң түстері қашқан адам толы бір үйден әкең ұрсып жатыр, мына үйге кірмесін деп жатыр деп бетінен сипап кері қайтарғансың. Содан көп ұзамай жазылып кеттім. Шүкір балалар аман шықты. Иә апа, мен сені өле-өлгенше апа деумен өттім. Қазір ойлаймын, неге бір ауыз сөз шеше ана мамаңның біреуін айтпадым, неге апа дедім екен деп. Есіңде ме, 6 сынып оқып жүргенімде мектептің терезесін сындырып қойғанымды, сен мектепке шақырды. Маған ештеңе демедің. Директор мен совхоз ағайдан қайта-қайта кешірім сұрадың. Кешіріңіздер, осы бала мектепте оқысын, қатарынан кем болмасын деп. Жұмыс істеп жүрміз. Мен әйел болсам да құрылыста кірпіш тасимын. Әкесі сельхозда шопыр. Күн демей түн демей мал ауылдарға жем шөп тасып кетеді. Кешіріңіздер, терезенің шығынын өтеймін, болмаса салдырып беремін деген едім. Ертесіне үлкен қоңырауда сіз үлкен терезені өзіңіз көтеріп келе жатқаныңызды көріп, мен ұялғаннан жерге кіре жаздадым. Апа, рұқсат беріңізші, мен енді сізге ана мама деймін. Менің жасым 59-ға келді. Мен әлі ешбір адамға мама немесе анашым деп айтып көрмеппін. Ол деген сондай бақыт. Анаң сенің бар жан тәніңмен жақсы көретін туған шешең болғаны қандай жақсы. Анашым бір сәтке тіріліп келсе, мен сені құшақтап жүрегіме қысып тұрып анашым дер едім. Мен үшін әлемдегі ең аяулы алақандарыңызды сүйіп тұрып, сіздің басыңыздағы әрбір тал шаш үшін кешірім сұрар едім. Я, сіздің әрбір ағарған шашыңызда менің үлесім, менің еңбегім бар ғой, анашым, кешіре аласыз ба мені? Тіреп тұрып, егіле жылап тұр. Кеуіме қосылып, әйел де жылады. Жасы 15-тен асып бара жатқан немересі Бауыржан да көз жасын тия алмады. Үшеуі үнсіз төменге пірлі мешіттің жанына келіп, қасиетті құдықтан су ішіп, беттерін шайды, 5 литрлік баклажкаға су құйып алды. Әйелі мешіттің жанынан 2-3 кесекті маңдайына тегізіп, орамалға түйіп алды. Немерелері соның бәрін үнсіз көріп, көңілге түйіп тұр. Ата баба қауымынан үнсіз шығып кеткен үшеуі ауылға қайтар асфальтқа шыққасын үнсіздікті бұзды. Әуелі сөз бастаған әйелі: атасы, рахмет, иығымнан басып тұрған ауыр жүк түскендей болды. Жалпы осы жердің бір құдіреті, ата аруағының қасиеті, келген адам жеп-жеңіл болып қалады. Жан дүниең босап бір қарыздан құтылғандай боласың, ол несі екен деп әңгіме бастады. Иә, кемпір, ешкім де мәңгілік емес қой. Бәріміз келер жеріміз осы, жаңағы собордың қай бұрышынан орын тиер екенін кім білсін. Біздің тірілер осында жатқан ата-анамыздың алдында қарыздарымыз, осы өмірге әкелгеніне, тірі жүргенімізге, азды-көпті өмір қызығын көргеніміз үшін осыларға қарызбыз. Әттең соны тірісінде сезінсек қой, өмір мұнша ауыр болмас еді. Өліп қалғасын ақ ұрамыз, өйтсем болар еді, бүйтсем болар еді деп өкініш айтамыз. Басына күмбез тұрғызамыз, адам жалдап мықты әсем там биік зират салдыртамыз. Оны енді оларға көмегі тимесін білсек де соны жасаймыз. Әке-шешеңді тірісінде сыйла. Өлгеннен соң басына алтыннан сарай салсаң да пайдасы жоқ. Әке-шешеңді тірісінде сыйлаған келсе, сен үшін қызарып жерге қарамасын. Соны ұғуға тырыс деп көлік рөлін нығыздап ұстап басып келеді. Үйге келгесін Бауыржан бөлмесіне кіріп кетті де бірсыпырым уақыттан соң қайта шығып: ата, мен мамаға мама дей берсем ренжімейсіңдер ме? Мен оған мама десем, сіздердің балдарыңыз болып қала берем ғой. Я, ата-әже, мені кешіріңдерші. Я, мама, сізде кешіріңіз, мені бұдан былай менсізді анашым дейтін болам. Екі ініме де солай үйретемін. Мен сіздерді жерге қаратпауға тырысамын деп еркелеп келіп, бұлардың қасына шай ішуге отырдым. Шай құйып отырған келін: мен кешірмей қайда барам, атам мен енемді сыйласаң, бізді сыйлағаның деп көзіне іркілген бір тамшы жасты сүртіп тастады. Е, балам, атаң да, әжең де, әкең де, шешең де бір кісінің алдында бірдейміз. Сен әуелі сол кісіден кешірім сұра, ол сенің ұстазың. Сен біле білсең, сенің қазір ең бақытты күндерің бастан кешіп жатырсың.
балалық шағың ең бақытты шағың. Енді сен сол бақытты шағыңды ұялмай еске алып отыру үшін ұстазыңды сыйла. Ұстаз сенің бақытты шақтарының куәсі. Қазір шайыңды ішіп, дұрысталып кейінде мына тұрған мектептегі ұстазыңнан кешірім сұрап кел. Біз сенің ата-анаңбыз, бірақ ұстаз алдында бәріміз бірдей шәкіртпіз. Қартайып жүзге келген адамның да ғылым білім үйреткен ұстазы болады. Солай балам, бүгінде ата болып жүрген менің де осы ауылда көзі тірі ұстаздарым бар. Мен солардың алдында сол баяғы шәкіртпін. Соларды көргенде